Шығыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейі Таза Қазақстан акциясының аясында жалпы жыл шеңберінде бірқатар маңызды іс-шараларды ұйымдастырып үлгерді. Еліміздің экологиялық мәдениетін қалыптастыру мен қоршаған ортаны қорғау мақсатында музей ұжымы жыл маусымына сәйкес бірқатар жоспарлы жобалар мен өз үлестерін қосты деуге болады. Өлкетану музейі Таза Қазақстан акция бастамасын ұжым қызметкерлерінің бір кісідей бірлескен жоспарлы сенбілік жұмыстарынан бастады. Олар музей қарамағына қарасты тарихи ескерткіштер мен саябақ айналаларын қоқыс қалдықтарынан тазартып, ғимарат айналасындағы артық шөп өскінділерін азайту сияқты жұмыстарды атқарды. Маусым жаңаруына орай музей айналарындағы ағаштар мен гүлдер отырғызу жұмыстары да өз жалғасын тапты. Акция аясындағы экологиялық сенбіліктер жаздың ыстық ауа райына сәйкес мәдени өсімдіктерді суғару, оларды баптап күту секілді апталық жұмыстарды 3 айлық маусым көлемінде атқарып отырды. Мұражай қызметкерлері және еріктілер қала және облыс аумағынан тыс мәдени маңызы бар тарихи орындар айналаларын тазарту жұмыстарында да шектен тыс қалдырмады. Жасыл музей жобасымен өз жалғасын тапқан бұл сенбіліктер музей қызметкерлері мектеп оқушыларымен бірлесіп Бестерек, Күршім, Үлкен Нарын және Ақбауыр археологиялық нысандар аймағында кезең-кезеңмен сәтті іске асты деп айтуға болады. Айтулы сенбілік мақсаты жастарды тек тазалық пен шектеу ғана емес, сонымен бірге қоршаған орта мен киелі орындарға құрметпен қарауды және патриоттық сезім мен сақтауды үйрету болып табылады. Облыстық тарихи-өлкетану музейі Таза Қазақстан акциясының маңызды бөлігін жас ұрпақтарға білім беру іс-шараларымен әрмен қарай арттырды. Мұражай ғимаратында таза өлке тақырыбына арналған арнайы көрмелер ұйымдастырылды. Бұл көрмелерге сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлардың үлгілері, сондай-ақ табиғатты қорғау мәселелеріне арналған тарихи материалдар көрсетілді. Сонымен қатар еліміздің бас қаласы Астана және ондағы маңызды ескерткіштер мен мәдени ғимараттар көрінісінен құралған Қазақстан жүрегі атты фотокөрмесі ұйымдастырылды. Көрмені тамашалауға келген жазғы демалыс лагері оқушылары еліміздің келбетіне айналған ерекше нысандармен танысып, елордаға әсемдік сыйлап тұрған әрбір көрікті нысандарға құрметпен қарауға, оларды кейбір вандалистік әрекеттерден қорғауға, сонымен қатар ғимарат ішінде тазалықты сақтау жолдары жайлы біраз ақыл кеңестер шеңберінде танымдық экскурсиялар өткізілді. Көрмеге келушілер мен жас буын өкілдері табиғаттың адам өміріндегі маңызы және қоршаған ортаны қорғаудағы экологиялық жауапкершілік және бұл саладағы өзекті мәселелер туралы пайдалы ақпараттар ала алды. Жалпы қорыта келгенде Шығыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану мұражайының Таза Қазақстан акциясы аясында жыл көлемінде қолға алған іс-шаралары өңірдің экологиялық мәдениетін қалыптастыруға үлкен үлес қосты деп ауыз толтырып айтуға болады. Бұл жұмыстардың нәтижесінде тұрғындардың табиғатқа деген құрметі мен қоршаған ортаны қорғауға деген белсенділіктері артпаса, кемімеді деген сенімдеміз. Мұражай ұжымы алдағы уақытта да табиғатты қорғауға бағытталған Таза Қазақстан акциясын ойдағыдай жалғастыруға әзір. Назарларыңызға рахмет. Келесі шығарымда кездескенше.